Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет аузыңызда еритін үгілмелі печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Бар болғаны 5 минутта дайын болады. Сіз де видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте оңай. Бізге қажетті ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қант ұнтағын салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстінен ақуызымызды салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай видеода көрсетілгендей 2 бөлікке бөле отырып, миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны кондитерлік қапқа құйып, кез келген насаткамен сығамыз. Менде осындай 5 жұлдызды насатка. Сіздер кез келгенін қолдансаңыздар болады. Мен осы қамырдан 2 түрлі печенье пісіруді жөн көрдім. Біріншісін осылай сығып аламыз. Ал екінші түрі тура жанағындай, бірақ ортасын домалақ тесік қылып қалдырып пісіреміз. Оны піскеннен кейін үстіне ерітілген шоколад құятын боламыз. Енді осы дайын болған печеньеларымызды қызып тұрған 180 градус пеште 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің жаңағы ортасы домалақ тесік печеньемізға осылай шоколад құйып шығамыз. Сіз өз қалауыңыз бойынша құйсаңыз да құймасаңыз да болады. Мінекей біздің осында 2 түрлі печеньеміз дайын болды. Дәмі өте керемет, аузыңызда ериді. Сіздер де видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.